Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін ары қарап сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып бізде массив элементтерін сұрыптау, бір өлшемді және екі өлшемді массив элементтерін сұрыптау. Сұрыптауда қалай жүзеге асыруға болады, сол туралы бүгінгі сабағымыз. Ол үшін біз қазір Python'ымызды ашамыз. Енді бірінші қарапайым сұрыптаудан бастайық. Бір өлшемді массив элементі беріледі. Сол массив элементтерді arrayді жүктеп аламыз. Обычно А және Б деген массивтер сипаттап аламыз. А массивіне орын бөлеміз компьютердің жанынан, цикл ашамыз және массив элементтерін енгізіп шығамыз. Бізде Python'da өзі встроенный дейді, яғни өзінің стандартты функциясы бар. Sorted деген. Және сол бұны шығарамыз. Содан соң бірінші тұрған алғашқы үш элементінің қосындысын табайық. Программаны қарастырайық. Мысалы айтайық, мысалы 5 элементтен тұрса, мен элементтерді енгізіп шығамын. Мысалы үшін 5, 4, 6, 3, 2 деп. Біздің енгізген массивіміз 5, 4, 6, 3, 2. Оны сұрыптаған оқтай 2, 3, 4, 5, 6 деп сұрыптады. Соның алғашқы, ең соңғы алғашқы 3 элементінің қосындысын тапты. Бұл бір. Екінші сұрыптауымызды, екінші мысалды қарастыруға болады. Бізде сорт. Егер екінші мысал, мынандай қараңыздар. Бұл жерде де тура сол мына элементті, мына кодты былай қысқаша түрінде былай жазуға болады. Яғни А массивін былай сипаттап жазып аламыз. Осыны сорттаймыз, сорт функциясын қолданамыз. Және мына жердегі мына функцияны үшеуінің қосындысы былай болады. Бұл өсу ретінде сорт. Қарасаңыздар, міне 10-20 деп былай шығады. Үшеуінің қосындысы 60 дегенді беріп отыр. Бұл екінші түрі. Мынау бізде бірінші түрі. Бір өлшемді массивтерде. Бізде бұл екінші түрі. Келесі үшінші түрін көрсетейін. Бізде сорт 2, сорт 3-ті ашып көрейін қазір. Үшінші түрі бұл дайын өзіміз алгоритм құру арқылы. Пузырьковый дейді орысша, көпіршікті сұрыптау. Мынау встроенный өзінің стандартты функцияны қолданып сұрыптауымыз. Мынау өзіміздің алгоритм, дайын алгоритмді қолданамыз. Енді қарасаң, мына жерге қарасақ, мына массив элементтер, мына жерге шейін массив элементтерін енгіземіз. Сол массив элементтерін енгізу барысында екінші бір алмастырып отыру керек қой, үлкені мен кішісін. G деген параметрді аламыз да, n-1. n қандай болса, содан бір элемент төменгісін алып отырмыз. Егер G-міз келесі элементтен кіші болса, онда екеулерінің орындарын ауыстыр деген. Бұл бізде қараңыздар, элементтен тұрса, элементтерді енгізіп шығайын. Яғни 9, 8, 6, 5 бізде кем ретімен шығарып тұрмын. Енді өсу ретімен шығару керек болса, бұл жерде мұназыны бұлай қарап қостыра саласыздар. Олай болса, қараңғыдай жібереміз. Элементтерді енгіземіз. Үшін айтайық 5 элемент тек. 9, 8, 7, 6, 8, 4 тек. Демек 6, 7, 8, 8, 9 деп бұлай өсу ретімен орналастырып берді.
ол біздегі мынау дайын алгоритм. Келесі сұрыптауымыз сортировка массива. Мынандай сұрыптау. Енді мына жерге дейін сіздерге белгілі, бәрімізге белгілі. Енді n элемент жад ұяшығынан орын бөледі, жад бөледі. Қысқасы, мына массив элементтерді шығарады. Сөйтіп sorted сорттаймыз, сортталған массив. Енді sorted reverse through десек, стандарт функция болады. Reverse through. Reverse деген сөз кері бағытта. Яғни кему ретімен сұрыптау дегенді білдіреді. Мысалы айтайық, n элементтен допустим біз 5 элементте болайық. К это не важно, 0 бірінші элемент. Мысалы үшін айтайық, 8, одан кейінгісі 6, одан кейінгісі 10 дейік, одан кейінгі элемент 7 дейік, 3 дейік. Яғни бізде енгізген массивіміз, мына бірінші тұрғанымыз, біздің енгізгеніміз, оны сорттап берді, сортировка жасады, өсу ретімен, астындағысы анау кему ретімен сортировка жасады. Мына sorted reverse through. Егер қолдансақ, бізде массивімізді кему реті бойынша сипаттап береді. Мұны жалпы коды осылай болады. Запусқа жіберген программаларды жауысынан. Келесі, бұл бір өлшемді массивтерді сорттау. Екі өлшемді массивтерді қалай сорттаймыз? Сортировка жасаймыз. Мысалы үшін матрица сорттау. Екі өлшемді бізде білесіздер A деген массив, басында осылай сипатталып, екі өлшемді массивте n матрицасы дейді. Элементтерді енгіземіз. Енгізген элементтерді шығару процедурасы мынау командасы коды. Енді for in range 0 мен n арасында b sorted I дейміз. Және print b дейміз. Ары қарап k тең input және сол k элементті жою. Қасыншы элемент. Тексеріп көрейік. Мысалы үшін айтайық, бізде n3-те 3 бізге оңай болсын, әртүрлі сандарды енгізіп шығайын мен. Так, міне бұлай болды. n3 қараңыздар. 9 элемент, яғни 3-те 3 9 элемент енгізіп шықтым. 4, 6, 5, 2, 3, 7, 9, 11 деген. Енді қарасаңыздар, бұл қатар бойынша біздің өсу ретімен сорттап бердім. 1, 5, 9. Әрбір қатарды. Матрицаларда солай болады. Так, енді тағы жіберейік. Біз сіздерге бір қатарды өшіру керек болса, мысалы үшін. Қатар санды жаңа аяқтамадық. Так, мысалы 3 элементтен тұрады. Сандарды енгізіп шыға берейін. Енді сұрайды, қазір қараңыздар. К, ешінші қатар, мынау жаңа біздің енгізген матрицамыз, мынаны сортировка жасалған матрица. Мысалы, маған үшінші 0, 1, 2. Маған ортада бірінші қатарды өшіріп тастады деймін. Сонда мына бірінші, екінші тұрғанда өшіріп тастайды да, бірінші мен үшіншісін шығарып береді. Мына қатарды өшіріп тастады, мына екеуін маған не істеді? Шығарып берді. А кадан. Егер Б кадан істесеңіздер, сұрыпталғаннан жасайды ол. Енді неге sorted reverse through десеңіздер, кему реті бойынша жасап береді екен.